ағылшын тілінде дыбысталған ерекше видео презентация жасап, көзге түскіңіз келеді ме? Distance education. Education of the future. Олай болса, ең алдымен бізге кез келген PowerPoint бағдарламасында дайындалған презентация керек. Мұнда жалпы презентация саны 10 беттен құралған. Презентациядағы мәтіндер берілген. Осы мәтіндерді төменгі жағын көтерсеңіз, заметки к слайду деген шат. Соны басып, мәтіндерді слайдтың астындағы бос орынға көшіреміз. Яғни өзіңіз дыбысталуы тиіс деп есептейтін негізгі сөздерді және қосымша сөздерді осы заметки слайдуға көшірсеңіз болады. Копировать етіп, вставить деген функцияларды орындайсыз. Және де негізгі нәрсе пунктуацияны дұрыс қою керек, яғни үтір, нүкте дегендер дұрыс қойса, озвучка, яғни дыбыстау барысында жақсы дыбысталуға, мәнерлеп дыбыстауға әсер етеді. Келесі слайдтарда осылай сөздерді заметки слайды дегенге көшіріп шығамыз. Егер де заметки к слайду дегенге көшірмейтін болсаңыз, сөздер дыбысталмайды, озвучка жасалмайды, ол презентация аттап өтіп кетеді. Сондықтан әр презентацияңыздағы әр бет дыбысталуын қаласаңыз, әрбір сөзді ерінбей көшіріп шығу керексіз. Сонымен қатар презентацияңызды негізгі трек сөздерді ғана қалдырып, не болмаса бір сөйлемді ғана қалдырғыңыз келсе, негізгі мәтінді, дыбысталу керек мәтінді заметки к слайдуға көшіресіз. Презентацияңызға негізгі кілт сөздерді ғана қалдыруыңызға болады. Осылайша дыбысталу барысында барлық сөздер айтылады, дыбысталады, ал презентацияда негізгі сөздер ғана көрініп тұратын болады. Егер студент болсаңыз, мұндай презентация сіздің бағаңызды арттыра түседі. Оқытушыңызға кез келген мессенджер арқылы WhatsApp, Telegram не болмаса электронды почтасына дайын видео презентацияңызды жібере аласыз. Ең бастысы презентация жасау барысында, осындай түзету барысында өзіңіздің аты жөніңізді жазып қалдыруыңызды ұмытпаңыз. Сонымен қатар презентацияңызды белгілі бір үзілістермен дыбысталғанын қаласаңыз, мысалға бір сөйлемнен кейін, екі сөйлемнен кейін, бір абзацтан кейін pause деп жақшаның ішіне секунд сан жазсаңыз болады. Міндетті түрде осы құрылым болу керек. Жақша, pause, қос нүкте, секунд саны 1 секунд, 2 секунд, сосын жақшаны жабу керек. Егер де сөйлемнен кейін пауза жасағыңыз келсе, 1 секундтық үзіліс, ал егер де презентациядан кейін пауза жасағыңыз келсе, ең соңғы 3 секунд, 4 секунд өзіңіз білесіз қанша секундтық пауза қойғыңыз келеді. Осылайша сіздің презентацияңызды көріп отырған көрерменге презентацияға толық шолу жасап, үзіліс жасауына мүмкіндік бересіз. Ең соңғы презентацияңызға паузаны көбірек беруіңізге болады, яғни айтылатын, дыбысталатын сөздің алдында және сөзден кейін. Барлық түзетулерді енгізгеннен кейін, яғни заметки слайда барлық страницада, барлық бетте жасалынғанына көз жеткізіңіз, сосын презентацияңызды сақтап алыңыз. Енді дайын презентациямызға дыбыстау енгізу үшін Google-ға кіріп, narakit.com сайтына енгіземіз. Narakit деп іздесеңіз бірден шығады. Бұл платформа, егер тіркелетін болсаңыз, өзіңіздің почтаңыз арқылы алғашқы 50 минут презентация, яғни видео презентация 50 минут тегін беріледі. Одан кейін ақылы бөліміне көшсеңіз де болады. Не болмаса бірнеше почтамен кіруіңізге болады. Тегін бөлімін қолдануыңызға болады. Менде тіркелген болғандықтан бірден кірдім. Сосын бұл жерде сізге мүмкіндік береді. Яғни ақпарат берілген, сіз бұл тегін аккаунт 30 слайдқа дейінгі презентацияларды жүктей аласыз деп. Learn more дегенді бассаңыз, тағы да информациялар береді, ақпараттар береді. Ал біз upload a file дегенді басамыз, яғни бізде дайын презентация бар. Сонымен өзіміздің презентациямызды жүктейміз. Upload a file деп басып, өзіңіз сақтаған құжатыңызды енгізесіз. Презентацияңыз жүктелгеннен кейін осындай шығады. Ignore warning дегенді басасыз. Edit settings басасыздар.
сосын осы жерден өзгертеміз. Бірінші бізге size берілген, яғни презентацияның размері same as presentation, яғни PowerPoint презентациясымен бірдей, не болмаса басқа форматта. Мен YouTube форматын таңдадым, сіздерге түсінікті болу үшін. Келесі слайд қалдырасыз. Language, мына жерде British, ағылшын, британдық акцентпен, ағылшын тілі американдық акцентпен видеозапись жүргізгенде мына жерде көрінбей қалыпты, оны көрсетпейді екен видеозаписте. Тіпті қазақ тілінде таңдауыңызға болады, қазақ тілі презентацияларды озвучкамен таңдауыңызға болады, орыс тілділері бар. Дауысты да таңдауымызға болады. London has a diverse range of people and cultures, and more than 300 languages are spoken in the region. London has a diverse range of people and cultures, and more than 300 languages are spoken in the region. Бұл жерде видеозапись экранада көрсетілмеген, бірнеше адамдардың дауысы берілген, адамның аты және де дауысты тыңдап көрсеңіз болады. Маған Эймидің дауысы көбірек жағымды сияқты естілді, Эймиді таңдадым. Келесілерді volume, speed қалдырсаңыз болады. Volume яғни дауысы, speed жылдамдығы, music дегенге сіз музыкасы барын қойыңызға болады, немесе ешқандай музыкасыз қойыңызға болады. Сосын ең астыңғы create video дегенді басасыз. Келесі кезекте ештеңе істеп қажет емес. Программа өзі дыбыстауды жазады, видео презентация дайындайды. Сізге бар жоғы 1-2 минут, тіпті одан да аз уақыт күтуге тура келеді. Сіздің күту уақытыңыз презентацияңыздың бес санымен және де дыбысталу керек сөздердің көптігіне байланысты болады. Видеоңыз дайын болып қалды, яғни барлығы 3 минут 38 секундтық видео дайын болды. Distance education. Education of the future. Келесі сізге істейтін қадам ол презентацияны, яғни видео презентацияны жүктеу. Оң жақ астыңғы жағындағы 3 нүктені басып, скачать дегенді бассаңыз, сіздің өзіңізге компьютеріңізге жүктеледі. Бұны сіз кез келген WhatsApp, Telegram арқылы жіберуіңізге болады. Память көп алмайды. Олай болса, дайын видеоны қарап көрейік. Distance education. Education of the future. Information technologies in education. Advantages of distance learning. Features of distance learning technologies. Technology. Learning using modern software and hardware makes e-education more effective. New technologies make it possible to make visual information vivid and dynamic, to build the educational process itself, taking into account the active interaction of the student with the learning system. Today it is impossible to imagine technology without the development of internet networks, high-speed internet access, the use of multimedia technologies, sound, video, which makes distance learning courses full and interesting. Advantages of distance learning. Over the past 3 decades, the use of modern technical means has become a global phenomenon of educational and information culture, which has changed the approach to education in many countries of the world. In our country, only in the last decade, information education, the ability to combine study and work. One of the most important reasons why it is worth choosing distance education is the high flexibility compared to the traditional university program. Online learning makes it much easier to combine career and education. Our full-fledged training system, which includes proven methods, educational materials, tests and control tasks that ensure the development of skills, recommendations from experienced teachers, a friendly interface that is convenient for perception and working with information. Individual planning of classes. The training is conducted independently via the internet in a place convenient for you and at a convenient time. At the same time, special skills of working with the internet and a computer are not required. You yourself determine a convenient time to start classes, choose the pace of learning and getting advice. Thank you for your attention. Сіздермен болған Риза English, ризашылықтарыңызды білдіріп, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қазақ тілді видео презентация қызық болса, алдағы уақытта дайындаймын.